Алекс кедей иммигранттар отбасындағы жалғыз бала. Ол компьютерде уақыт өткізгенді ұнатады, және ол заңдармен реттелмейтін интернеттен қалай ақша табуға болатынын тез түсінеді. Бірақ амбициялар оны тым алысқа жетелейді. Жас жігіт қара базар мен хакерлік шабуылдар эпицентріне түседі. Олардың әлемдік жаңалықтары алаңдатады. Фильм шынайы оқиғаларға негізделген. Алекс әкесімен және анасымен Украинадан Канадаға көшеді. Олар үлкен қалада жылжымайтын мүлікке ие бола алмайды, және Лондон қаласында, Онтарио штатында, Канада маңында болады. Бірақ ол жақта да олар жалақыдан жалақыға дейін өмір сүреді. Анасы банкте есепші болып жұмыс істейді, ал әкесі бөтен елдегі қоғамға кірігіп, онда жақын таныс бола алмайды. Алекстің де қарым-қатынаста проблемалары бар, және оның жалғыз досы анасының компьютері, ойындар мен басқа да ойын-сауықтардан тұрады. Ол тез арада бағдарламалауға және банк жүйесін зерттеуге көшеді. Оның кумирлері Билл Гейтс және Стив Джобс сияқты адамдар. Ол да олар сияқты әлемді жақсылыққа қарай өзгертуді армандайды. Сондай-ақ оқушы үйден шықпай-ақ желден ақша табудың жолдарын табады. Жұмыс қызықсыз, бірақ шаң-тозаң емес. Оның табатыны күніне $20 болатын. Бірақ бұл Канадада өте қымбат болатын жоғары білімге шын мәнінде әсер етіп, табыс табу үшін жеткіліксіз. Ал оның ата-анасы әлі де болса бақытсыз, өмірінің қиын жағдайына байланысты таласып жатыр. Күндердің бірінде Алекс теледидардан Мистер Z пен оның ұйымы Dark Web Z ұйымдастырған қор нарықтарына хакерлік шабуыл туралы жаңалықтарды естіп, әлемнің барлық жаңалықтар арналарының эфирінде естілді. Бұл тек басы ғана. Үйге қайта оралған жігіт анасын көз жасына дейін мұңайған күйі тауып алады. Оны банктегі жұмысынан қысқартты. Енді отбасына көшу қаупі төніп тұр. Олардың үй үшін ипотека бойынша жарна төлеуді жалғастыруға жинақ ақшасы жоқ. Ал Алекс өз жасөспірімдермен колледжге жинаған ақшасын анасына береді. Бұл 2 айға жетеді. Жігіт анасына осылай жасаған жұмыс берушіге ашуын созады. Оның үстіне түсу уақыты да жақындап келеді. Бір семестр үшін ақша өте шұғыл қажет болып шықты. Сонда Алекске веб есіне түседі. Бірінші тапсырма несие картасының нөмірін ұрлау. Ол үшін Алекс жалған интернет дүкенін құрып, оның мектебінен шыққан бұзақылар қолыққа түседі. Ол өз мәліметтерін сол жерде сатып алу үшін қалдырады. Осылайша жігіт өз бейіні үшін сарбаздардың бірінші деңгейін ала алады. Оның көмегімен Алекс заттарды сатумен айналыса бастайды. Вебте неге оларды дүкенге қарағанда әлде қайда арзан сатып алуға болатыны туралы ол аса ойланбайды. Ол ноутбуктерді сату, телефондардың, сағаттардың әшекейлеу туралы хабарландыруды сатып алады және орналастырады. Оның бәрі жаман табыс әкелмейді. Бір айдың ішінде жігіт 4 жылдан артық табыс табады. Қажетті соманы жинақтап, ол Торонтоға жөнелтеді. Онда шығындар өседі. Демек, жалақы да өсуі тиіс. Оның үстіне енді ол ата-анасын да қамтиды. Алекс бір қадам әрі қарай жүріп, қымбат заттарды сату үшін жалған құжаттарды пайдаланып жатыр. Оған сақ болуға тура келеді, өйткені үлкен қалада полиция қара нарықты белсенді бақылауда. Бірақ мұндай тауарды сатып алатын дүкендерде оны ешкім білмейді, және Алекс оны тез жуады. Бейтаныс жігіт байқап, оның тауарын мәміледен пайызға сатуды ұсынған жігітке келеді. Ақшасыз кеткісі келмейді, сондықтан да өзі де тәуекелге барады. Қалтасына ақша салмайды және олардың серіктестігі тиімді болуға уәде береді. Қолық пен мықты жігіттің пайдалы танысуы өте көп. Және олар Алекспен бірге жұмыс істей бастайды. Сай қара нарыққа қатысушылармен, соның ішінде полицейлермен де қарым-қатынас жасауды үйретеді. Олар үшін арнайы ұсыныстар жасайды. Z-банк жүйелеріне кезекті шабуыл жасайды. Онда ол адамдарға тонау несиелерін сататын банкирлерді есірткі сатушылармен және қылмыскерлермен салыстырады. Бұл сөздер Алекске әсер етеді, өйткені оның ата-анасы өмір бойы ипотекамен байланысты. Соның ішінде олар үшін ол өзінің тәуекел істерін істейді. Жігіт университетте оқудан бір жола бас тартуға шешім қабылдайды және Робин Гудтың рухындағы миссияны өзіне алады. Ол лимитсіз несие картасын алады. Олардың біреуін жалған паспорттармен бүркемелеу арқылы оның банктегі шотынан дөңгелек сома алынады. Жоспардың батылдығына қарамастан, олардың әрекеттері жазасыз қалып отыр. Әзірге Сай түнгі клубтарда уақыт өткізеді. Ал Алекс әділетсіздік пен қоғамдық теңсіздікке жол бермейді. Ол анасын жұмыстан шығарған банкке шабуыл жасауды шешеді. Белгіленген күні ол филиалға барады. Кредитті ізденушіні жұмыскерлердің бірінің жүйелік блогында құпия түрде
флеш-картаны қояды. Компьютер жылтырай бастайды да Алекс кетпекші, бірақ бұл жолы бәрі оңай өтпейді. Оның жоспары ашылып, банктың қауіпсіздік басшысы Алекс полиция мен үлкен түрме мерзімімен қорқытып отыр. Егер ол веб құрылғысын ашқысы келмей, вирусы бар флешканы қайдан алғанын айтпаса, оған жауап ретінде хакер келісім жасауды ұсынады. Ол жүйенің осалдығын жояды, ал банк бұл оқиғаны клиенттердің беделін жоғалтпай, қауіпсіздігі ішкі тексеру ретінде бере алады. Банк атқарған жұмыс үшін Алекс туралы барлық талаптардан бас тартады. Бұл іске қосылуда. Оның үстіне вебте Алекс әйгілі болады. Ол шын мәнде өте күрделі қорғаныс жүйесін айналып өте алды. Мұны мистер Зеттің өзі де атап өтеді. Бұл бірнеше күннен кейін Алекс вебтегі хакер қыздан хабар келіп, досының жеке өміріне көмектескісі келеді және Кэрриге оның атынан кездесу тағайындайды. Ол өзі туралы ештеңе айтпайды, тек жігіттің әңгімелерін тыңдайды. Қыз хакерлік істерде анағұрлым тәжірибелі болып, анонимділікті сақтаудың қаншалықты маңызды екенін біледі. Олар мистер Зет туралы әңгіме қозғайды. Алекс оны қарсы алу идеясымен жанады. Кира әлде қайда өршіл жобалар, жалған құжаттар, несиелер, қымбат заттар мен бай сатып алушылар үшін жігіттерге қосылады. Қанша уақыттан кейін Сай қыздың байланыстар туралы сұрақтар туындайды және ол мәмілелер мен байланыстардан көп табыс табады. Және ол команданың жаңа мүшесіне қосылды. Дәл сол кезде Кира Алекс Сайды Торонтоға тастап, онымен бірге Гонконгқа баруды ұсынып отыр. Алекс Рузвельтті жеке кездесуге шақырады. Ол оған вебтегі алғашқы жұмысын береді. Жігіт ер адамға ризашылығын білдіріп, Кира туралы сұрайды. Бірақ Рузвельт ол туралы ештеңе естімейді. Бұл өте күдікті. Ол мен Кира арасындағы қарым-қатынас нашарлап барады. Оған сатылым көлемін арттырғысы келетін және тексерілмеген сатып алушыларды таңдайтын қыздың тәуекелді стилі ұнамайды. Олар базаға тұтас бір жүк көлігімен келеді. Бірақ Кира мен Сай тікелей келіссөздер кезінде алауыздық жасайды. Сатып алушылар мазасызданып, қару алып жатыр. Сай мен Кира бір-бірінен ашуланғаны үшін кешірім сұрайды да, қыз бандиттердің тауарын сатуға тырысқанын ашып береді. Ал олар бизнестің қауіпсіздігінен қорқып, олардың уақытын босқа жұмсағанын ұнатпайды. Торонтода барлық үштік Гонконгта көшеді. Алекс көшіп келген соң бәрі өзгереді деп үміттенді, бірақ олай болмайды. Қарым-қатынас созылып жатыр. Енді ақша жеткілікті болса да, оның үлкен мақсатта қандай да бір жоба мәні жетпейді. Оның үстіне команда қырағылығынан айырыла бастайды. Кейде Алекс дүкенге барар алдында кредиттерді тексеруді ұмытады. Бұл жағдайда төлем жасауға әрекет жасаған кезде банк сатушылары бірден хабардар етеді. Алаяқтық және үштік туралы қылмыс орнынан тез арада қашып кетуге тура келеді. Сай әлемді өзгертуге талпыныс жасағанына мүлдем сенбейді. Туған күнде ол клубта төбелесіп, достарын қамауға алады. Осыдан кейін ол Торонтодағы ұрланған лимитсіз карталарды ақша алып, ақылға сыймай кінәсінен өтеуге тырысады. Бұл Алекс үшін соңғы тамшы болды. Ол сабырын жоғалтып, бір-бірімен барлық қарым-қатынасын үзеді. Олар банкоматтардан қолма-қол ақша алып, қылмыс орнында дарк визиткасын қалдырып, Кирамен бірге жұмыс істей береді. Осылайша $2,5 миллион астам қаржыны ұрлап, олар халықаралық жаңалықтарға түсе алады. Осындай жұптан кейін ізін жасыру үшін қайта көшу керек. Оның үстіне Кира байлауды ұсынады. Бұл ақша оларға ұзақ уақыт жетеді, бірақ Алекс тоқтай алмайды. Ол банкирлер мен корпорациялардан кек алуды жалғастырғысы келеді. Қыздың өмір сүру үшін басқа да жоспарлары бар. Ол жігітті кек алу туралы сөйлеген сөзінде сүйеді. Кенет Тедтен хабарды қалай үзеді. Ол Алексті мақтап, оған вебтегі ең жоғары мәртебе береді. Ал жігіт бұл мүмкіндікті бастыққа жеке кездесу тағайындау үшін пайдаланады. Телефонға жасырын нөмірден қоңырау келіп, Кирамен бірге денесі жарамен жабылған мүгедек креслодағы еркекпен кездесуге жіберіледі. Ол оған жұмыс істеуге келісіп, ескертеді. Сені оның меншігіне айналасың. Бұл жерде қателікке орын жоқ. Егер қателік жасаса өледі. Тек Алекс қана емес, оның жақындары да қауіп төніп тұр. Кездесуден кейін Алекс Сайға қоңырау шалады. Ол серіктестермен жұмыс істеуді жалғастырғысы келеді және өзгеруге уәде береді. Ол Алекс пен Кираны олардың бөлмесінде күтіп отыр, бірақ оны күтпейді. Сай жақында ақша алып отырған ұрланған карточкасы бар колумбиялық адам іздеп жүр. Үйіне оралған соң серіктестер өлген досын тауып алады да, Кира полиция мен жедел жәрдем шақыруға тырысқан Жарс Алексті тоқтатады. Тағы да жасырынатын кез келді.
Келесі аялдама Нью-Йорк. Онда көмекшілер Эдшін жобаларымен жұмыс істеуді жалғастыруда. Олар қор нарығына арналған заң жобаларына жауапты сенаторды өлтірген жаңалықтар мен кадрлерді желіге орналастырады. Бұл акциялар нарығы құлдырайды. Бұл оларды төмен бағамен сатып алуға мүмкіндік береді. Өлтіру жалған болғандықтан нарық қомақты ақша табуға мүмкіндік беріп, қайта көтеріледі. Бірақ Алекс пен Кираны үйіне барғанда бетперде киген адамдар ұрлайды. Жігіт жалғыз өзі оянады да, досына да, бастығына да хабарласа алмайды. Ол Бангкокқа барып, Кирамен кездесуге келісті. Егер бірдеңе дұрыс жүрмесе, оны белгіленген жерден таппай, ол ата-анасын еске алып, 2 күннен кейін келуге уәде беріп, анасына қоңырау шалады. Алекс интернет-кафеге кіріп, Dark Ап құрсауланғанын байқайды. Жаңалықтарда Тедтің тұтқынға алынғанын, ал оның оң қолы Кираның ұстау кезінде өлтірілгенін айтады. Сол уақытта ол сеансты төлеген карточканы кассирде бұғаттайды. Банктен қоңырау соғылады. Алекс қыздың өліміне сене алмайды. Бірақ Кирдің оның тірі екені туралы қандай да бір ұсыныс қалдырғанын анықтап үлгермейді. Полиция келіп оны алып кетеді. Жігітке алаяқтық жасады деген айып тағылып, мерзімін Тай түрмесінде өтеуге жіберіледі. Ол әлемнің қалған бөлігінен мүлдем үзілген болып шықты. Белгісіздік пен жалғыздық оны есінен шығарады. Торға тығылып қалды. Алекс өмір туралы ойлана бастайды. Ол көп оқиды және біріндеп өз көзқарастары мен басымдықтарын өзгертеді. Оны күтіп отырған ана туралы ойлар құтқарып қалады. 2 жылдан кейін жігітті жалған атпен отырғанын ашып айтпай шығарады. Сыртта ол тірі және дені сау Кираны кездестіреді. Бір кезде оның өзі тұтқынға түсіп, онда полициямен мәміле жасасқан. Осыдан кейін қыз жасырын жұмыс істеп, Эдаға шығу үшін Алексті пайдаланады. Бірақ ол жігітке шынайы сезім сезіне бастады. Шынында да ол биліктен де, атасынан да жасырынғысы келді. Бірақ оны заң сақшылары басып озып, Алексті ұрлап кетті. Кира шекарада оның соттылығы туралы сұрақтар туындамау үшін Алекске оның нағыз төлқұжатын береді. Хакердің адал адам ретінде өмір сүруге екінші мүмкіндігі бар.